Bir ғалым кісі ауырып, өз-өзінен кетіп қалған кезінде бізде енді анау әртістікті өлтіреміз ғой, енді біреудің алдына барған кезде тақуалық мынандай маска, мына масканы киіп жүргеніміз болмаса, өзіміздің бетімізде итак бір маска тұр ғой, тақуа деген. Рас та, жігіттер. Ғалым кісі комаға түседі. Шәкірттері ана кісіні өлді деп ойлайды да, жатқызады да жүзін қыбылаға қарайды, қаратады. Сөйтіп дем салып отқан кезінде ана кісі өз-өзіне келеді да, сендер не істеп жатсыңдар дейді. Сонда айтады, біз сізді өлген шығар деп, бүйтіп от жатқызып енді басыңызды қыбылаға отып деп. Сонда ана ғалым кісі жылайды. Неге жылап жатсыз деген кезінде қараңызшы не дейді? Сендердің менің басымды қыбылаға бұрғандарыңнан не пайда, Алла қаламаса дейді. Сендер бұны бұра бересіңдер. Бірақ пайғамбар саллаллаху айтқан нәрсе, адам баласы қабірге түскен кезінде Алла Тағала оның жүзін оңға қарай бұрады дейді күнәһарлардың. Тозақ жәннат көрсетіледі. Сонда ол айтады екен, ақымақ намазхандар, айттық қой міне, олар ойбай намаз оқымасаң саған үйтіп кетесің, бүйтіп кетесің деп айтып еді. Міне оқымай-ақ жәннаттың есігін көрдік қой деген кезінде Алла Тағаланың періштелері дауыстайды. Алла Тағала айтқызады. Егер де Аллаға бой ұсынғаныңда еді, сенің барар жерің осы болар еді. Жүзін бұрыңдар бас жақтарға, сол жағына, басын бұрыңдар. Алланың періштелері оның басын сол жағына қарай бұрады. Тозақтың бір бұрышы ашылады. Оның не болады? Оған тозақтың оты көрініп тұрады, оның жағдайы сондай. Біреулерге керісінше тозақ көрсетіледі. Оның үрейі ұшқан кезінде айтады, сен Аллаға бой ұсынбағаныңда сенің жағдайың осы еді. Енді Аллаға бой ұсынғандығынан сенің жүзіңді жоғары қарай, оңға қарай бұрамыз. Құранда асхабы шимал асхабу шимал деп Вақиға сүресінде айтып келеді ғой бұл нәрселер. Оңшылдар қандай оңшылдар, ал соңшылдар қандай солшылдар. Ямин мен шималдарды жайлы айтып келеді. Бұлар өте жамандар солшылдар, ал оңшылдар бұлар өте жақсылар. Олардың жүздерін Алла бұрады. Сонда ана ғалымның айтқан сөзі бәрімізге сұрақ. Сені жерлейді әкеп, туысқандарың кіреді, жүзіңді қыбылаға бұрады. Не пайда? Адамдар емес сен тағдырың шешетін. Адамдар үшін өмір сүрмей-ақ қойды. Алла Тағала қаласа жүзіңді сенің сол жақ қарай бұрып қояды. Алла Тағала оңшылдардан болуымыз нәсіп етсін. Мынау көзімізбен көрген нәрсеге амал ететіндерден болсын. Әшейін тек қана сезімге беріліп келіп адамдармен бірге деп айқайлап кешке таман баяғы байғожаның таяғына айналып кетпейік. Көрдіңіздер ма? Міне не бір мықты деген адамдар өтіп кетіп жатыр ма? Ешкім емессің сен. Саған бізде адамдар қайтыс болса екі сұрақ қойылады. Қартайып па, ауырып па дейді. Осы сұрақтардың өзі қателік. Өлу үшін қартаю шарт емес. Алла Тағала сенің жаныңды алу үшін сенің денсаулығың бір тиын. Алланың періштелері тауларын былай жинап қоятын періштелерге сенің рухың түкке де тұрмайды. Уақыт келсе болды, кетеді. Сосын ағайындар. Қазір Алла бәрімізге разы болсын. Мәскеде жоқтар мәске беріп жатыр тегін. Алыңыздар, тағыңыздар.